Қайырлы кеш, қымбатты оқырмандар. Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Сіздерге өзімнің басымнан өткен оқиға жайлы айтып бергім келеді. Әрбір ата-анаға сабақ болар жағдай деп ойлаймын. Маған ауыр сөз айтпауларыңызды өтінемін. Онсыз да жүрегім шаралы. 2021 жылы танымайтын кісі, нағашы жеңгемнің туысы алып қашты. Ол кезде жасым 28-де еді. Ата-анам жасың келіп қалды, қала ғой, бағың шығар деп баталарын берді. Күйеуімді мүлде танымасам да амалсыз көндім. Күйеуім көп ағайынды болған соң бізді бөлек жіберді. Көп қабатты үйдің 7-ші этажынан квартира жалдап тұрдық. Күйеуім менен 5 жасқа үлкен еді. Көп аса сөйлемейтін, тұйық жан. Үлкен жүк көлігін айдайды. Бір апта үйде болса, 2 апта жолда. Ал мен қарапайым бухгалтер қызметінде едім. Күнделікті бір сарынды өмір өтіп жатты. Ата-енем бізді көп шақырмайтын, тек мейрамдарда ғана баратын едік. Жұмыс үй деп жүріп, аяғым ауырлағанында сезбеппін. Ай сайын келетін қонағым кешіккенде гормондық өзгеріс шығар деп жүредім. Бала көтергелі мінезім өзгеріп кетті. Болмашыға ұрыс шығарып, өзімен өзім шырпыр болып жүретін едім. Күйеуім аяғым ауыр екенін білгеннен бастап, көңіл бөлуді шығарды. Бар айтқанымды жасап, асты-үстіме түсіп жүргені қатты ұнады. УЗИде ішімдегі баланы ұл деп айтты. Күйеуім бұл жаңалыққа қатты қуанды. Одан бақытты жан болмады десем сенбес ешкім. Ал мен ана болуға дайын емес едім. Бірден бала көтергеніме қапалы болдым. 9 айым 9 жылдай әрең өтті. Бала туылғалы ұйқыға әуес болып кеттім. Өзімде түсіне алар емеспін. Емізіп жатсам да ұйықтап кететін болдым. Ұйқым қанбаса, ашуланып бәрін қопаратынмын. Күйеуім барынша маған қамқор болып көмектесіп жүр. Енем де келіп, 40 күн көтіндіріп, бар жағдайымды жасап кетті. Сонда да мен бейбақ жақсылықты түсінбедім. Әр нәрседен мін іздеуден шаршамадым. Күйеуім де бара-бара жүйкесі шаршаса керек. КамАЗ айдауға ұзаққа кетті. Балам 4 айлық. Мен ашуымды баладан алатын болыппын. Кішкентай өмірді танымайтын балама айғайлап, бүлдіріп қойса шымшып алып, сасыттың деп айғайлаушы едім. Ақмақ басым, соншалықты төмен болғаныма, онымен қоймай қарғап сілеп жүре бердім. Балам 7-8 айлық болып қалды. Еңбектеп қылық шығарып жүрді. Кейде жақсы көріп кетем, кейде ұрсып тастаймын. Сондағы тамақты киімге жақтың деп. Өліп қалғыр, сұмырай-ай, тамақ жеуді де білмейсің ақымақ, деп басынан салып қалатын кездерім есіме түссе өзімді жек көріп кетемін. Шырылдап жылап қалатын баламды одан бетер, үніңді өшір деймін, өлтіремін сені, жап аузыңды, деп айғайлап, аузымнан бір жақсы сөз шықпаушы еді. Тек күйеуім келгенде ғана менің үнім өшетін. Ол әкесі ұлын жақсы көруші еді. Жасым 30-ға жақындап босанған баламды неге осыншалықты қинағанымды түсіне алмаймын. Жаным қиналып, 9 ай бойы оны көтердім ғой. Өмірмен арпалысып дүниеге әкелдім. Бірақ оған жақсы өмір сүргізбедім. Балам көбінде емуші еді. Емсе де тыныштықпен ембейтін. Таяқ жеп, жылап еңіреп еметін еді. Күйеуім келуге 1 күн қалды. Үйді жинап алуды шештім. Терезені жуып жатқанда баламның омырау емгісі келіп жылай бастады. Сен де бір тоймайтын шошқа екенсің деп жекіп емізіп жатып, көзім ілініп кетіпті. Қанша ұйықтағанымды білмеймін. Қатты шудан оянып кеттім. Жанымда балам жоқ. Оны іздеп таппадым. Түсіне алар емеспін. Есік жабық. Ол қайда кетті? О жоқ, Құдай-ау. Ұлым терезеден құлап кетіпті.
Далада толған адам. Скорый, полиция келіпті. Не істерімді білмей шыңғырып жылай бердім. Аяқ қолым дірілдеп барады. Баламды емізудің алдын терезе алдында орындықты қойып ұмытып кетіппін. Балам сол орындық арқылы шығып, ашық тұрған терезеден құлап кеткен. 7-ші этаждан құлаған баламның сау жері қалмаған. Небәрі 8 айлық бала еді. Өзімді тоқтаусыз ұра бердім. Баламның өліміне мен кінәлімін. Оған аналық махаббатты бере алмадым. Оны неге соншалықты жек көрдім екен? Кішкентай ғана көжегім. Кешірші мені, деумен зарлап қала бердім. Бүкіл тума туысқан қаралы хабар жетті. Күйеуім келе сала мені әбден ұрып, бәріне мені кінәлады. Сен қатынмен ажырасамын. Баламның түбіне жеттің. Сен сұр жылан баламды өлтірдің, деп еңкілдеп жылап отыра кетті. Ал мен болсам, мең-зең күйде есім ауып жата бердім. Қазір күйеуіммен ажырасып кеттім. Менімен қазір ешкім араласпайды. Бәрі мені сол жайтқа кінәлі деп санайды. Менің жазам осы. Жүрегім сыздап барады. Өмір сүріп жүргеніме қиналып кеттім. Әңгіменің соңы.